Бисмилла, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля ман урсила бил худа ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қоғамдық көліктерде және ұшақта, пойыздағы намаздарға келетін болсақ, негізі фихта бұл мәселе ассалату аля дабба вассалату аля сафина. Көлікте намаз оқу және кемеде намаз оқу деп бөлінеді. Фих кітаптарға қарайтын болсақ, фихта қозғалыстағы негізі көліктің үстінде парыз намаздары мен уәжіп намаздарын оқу рұқсат болып есептелмейді әсілі. Ал бірақ кемеде парыз намаз болсын, уәжіп намаз болсын, қасиетті шариғатымыз бұл намаздарды, кез келген намаздарды қозғалыстағы кемеде, яғни жүзіп бара жатқан кемеде оқуға рұқсат берген. Енді біздің қазіргі таңдағы қоғамдық көліктердің, оның ішіндегі пойызды осы кемеге теңесек болады. Сол себепті пойыздағы оқыған намазымыз дәл кеменің шарттарына сай келу керек. Егерде жаңағы пойыз қыбла тараптан беттеп басқа тарапқа кетіп жатса, қыбла тарапқа кішкене бұрылып, жүзін, денесін сол қыблаға қарату керек деген ғалымдарымыз. Және де Шам өлкесінің үлкен ханафи ғалымы Шейх Хасан әл-Хинди хафизахуллахтың сөзіне тоқтала кететін болсақ, ол кісі кез келген қозғалыстағы көліктерде егерде парыз намаз мен уәжіп намаздарын оқитын болсақ, оны міндетті түрде көліктен түскеннен кейін қайталап алуымыз керек дейді. Енді оны сол уақыттың құрметі үшін әр намазды өз уақытысында қозғалыстағы көлік болсын, пойыз болсын, ұшақ болсын, уақыттың құрметі үшін оқылады дейді. Бірақ түскеннен кейін оны ықтият тұрғысынан қайталап алу міндет болып есептеледі дейді.